Сәлем баршаңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен бүгін сіздермен рассольник деп аталатын сорпаның рецебімен бөліскім келіп отыр. Ал рассольник жасау үшін бізге керегі енді пиязымызды, морковымызды, қиярымызды көбіктеп тураймыз. Бұл рассольниктің зажаркасы. Тұздалған қиярды да көбіктеп тураймыз. Тұздалған қияр болу керек. Рассольник деген сол. Чеснокты да майдалап тураймыз. Етіміз пісті. Етімізді сорпадан алып, суытып, турап, қазір қайта саламыз. Майдалап турап аламыз. Перловканы шала пісіріп, дайындап, морозилкаға қатырып қоям. Сол үшін менде рассольник 1 сағат, 1,5 сағаттың ішінде дайын болады. Міне дайын перловканы салам. Сосын кейін жаңағы піскен дайын етімізді саламыз. Бұл енді өстіп қайнай береді. Енді осыған зажаркасын жасаймыз. Рассольниктің енді зажаркасын жасаймыз. Зажаркаға жаңағы көбіктеп туырылған морковь пен сарымсақты саламыз. Оның үстіне көбіктеп туралған тұздалған қиярымыз бен чесногымызды да саламыз. Жақсылап қуырып, енді картошканы да өстіп майдалап, әдемілеп тураймыз. Өздеріңіз ірі ғып турағыларыңыз келсе, ірі ғып тураңыздар. Маған негізі рассольниктің бәрі, ішіндегі заттардың бәрі майда болғанын ұнайды. Сол үшін мен осылай турайым. Енді үйде бар, холодильниктеріңізде бар көкшөптің любой түрін, кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Менде кинза қалыпты және көк пияз қатты. Сол екеуін де турап қоямын. Міне 1 қасық томатты салып, жақсылап қуырамыз.
5 минут қуырылған зажаркамызды сорпамызға саламыз. Қайнап жатқан сорпаға жаңағы картошкамызды саламыз енді. Міне қою әдемі сорпа болып шығады қазір. Енді картошкасы пісқанша қайнатамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Енді осыған ас көк дейма, көк шөп дейма саламыз. Өздеріңіз қараңыздар, егер ұнамаса, онда салмай қойыңызсаңыздар болады. Мен бірақ жақсы көрем. Менің отбасым да жақсы көреді. Аузын жауып 3 минутқа қалдырамыз. Енді осы рассольникқа 1 қасық сметана салып, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің вкустарына қарай, или майонез салып ішсеңіздер болады. Осындай әдемі, дәмді болып шығады. Мүлдем ештеңке қоспай ішсеңіз десеңіздер, ол да өз еріктеріңізде. Міне менің рассольнигімнің рецепті егер ұнап жатса сіздерге, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған гүлім. Арнамда келесі кездескенше.